Дариға апай маған телефон çalып, жұмыстан кейін маған соға кетші. Мына жаңадан жазылған жырларымды сынап берерсің әрі. Немерелі болғанымды қуанышыма ортақтас деген соң асыға басып келе жатып, оны елден ерекшелендіріп тұратын мінезін еске алдым. Зейнеткерлікке шыққанша көп жылдар мектепте мұғалім болып істеген. Арасында газет, журналдарға әңгіме өлеңдер жолдап, кей сәттерде жұрттың ойына келе бермейтін проблемалық мақалалар жазып тұрады. Мен одан көп кіші болғанымен арамыздағы жас алшақтығын елемейміз. Тек менің оған сіз деп сөйлейтінім болмаса, кездесе қалсақ әңгімеміз таусылмайды. Апайдың жалғыз қызы Гүлнар былтыр күйеуге шыққан, бөлек тұрады. Жолдан акация дүкенінің қасындағы гүл базарынан апайдың жақсы көретін сары түсті хризантема гүлдерін таппаған соң өзім жақсы көретін аппақ роза гүлдерін алдым. Бір қорап конфета мен армян коньягын алуды да ұмытқан жоқпын. Мен келгенде Дариға апай ас үйде тамаққа қамыр салғалы жатыр екен. Дәке, немере құтты болсын, бауы берік болсын. Айтсын бірге болсын. Өмірге адам келген жақсы ғой. Бүгін қызыма 2 рет барып келдім. Немеремнің салмағы 4 кило болып туылыпты. Дариға апай әдеттегіден қуанышты жүзінен ерекше мейірім төгіліп жайнап жүр. Сен мына өлеңдермен таныса бер, мен тамақта қазір дайын етемін. Апайдың өлеңдерінің көп адамның көңіл күйі мен махаббат туралы екен. Екеуміз тамақ ішіп әңгімелесіп көп отырдық. Бұрын апай жұмыста болған кезде көбінесе жұмыс туралы немесе басқа да ресми әңгімелер айтатынбыз. Екеуміздің де мамандығымыз қазақ тілі мен әдебиеті болғандықтан бұл салада әңгімеміз таусылмайтын. Дәке, Гүлнарыңыздың жалғыздығына аға ештеңе демеді ме дедім, сұрағымды барынша сыпайы қоюға тырысып. Қандай ағай, деді Дариға апай маған көз ілдіргін астан сұралы жүзбен қарап. Күйеуіңізді айтамын, қазақта ер баланың болғанын қалайды ғой. Мені жұрттың бәрі қайыр қыз деп атайды. Мен күйеуге шыққан жоқпын, ал қызымды жақсы көретін адамнан туып алдым. Солай ма дедім, әрі қарай не айтарымды білмей қалып. Мен оны ажырасып кеткен шығар деп ойлайтынмын. Ақыр кеш болып кетті, одан да сен Замираға телефон соға сал да, бүгін осында қона асықпай әңгімелесерміз. Қызымның қалай дүниеге келгенін де айтып берейін. Мен әпкеме телефон шалып ескерттім де апайдың қасында қалдым. Екеуміз түннің бір уағына дейін әңгіме соқтық. Өткен жылдардың ізіне көз жүгірткендей болған апай бір сәт үнсіз қалды. Оған да ширек ғасырдай уақыт өтіпті. Мен ол кезде Батыс Қазақстан облысының алыс аудандарының бірінде қарайтын алыс ауылдағы мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беремін. Бірінші курсым кітаптан бас алмай оқумен өтті. Еңбегім ақталып студент болдым. Екінші курста да стипендия алу үшін сабақ соңында жүрдім. Ал үшінші курста мен оны кездестірдім. Ақ сары ұзын бойлы, мығым денелі, өзі ауыздыға сөз бермейтін, аяқтыға жол бермейтін пысық. Домбырамен халық әндерін айтқанда жұрттың аузы ашылып, көз жұмылатын. Мен оны жиі кездестіріп жүрсем де ол менен алыста еді. Жүрегімде соған ғана арналып өсіп шыққан аппақ гүлімді күн сайын жұлып тастаймын, күн сайын өсіп шығады. Қасынан қыздар көрсем қараптан қарап қызғанамын, ал ол маған мүлде көңіл бөлмейді. Мендегі сезімнен бейхабар, тіпті маған бой жеткен түгілі әйелі баласы қарамайтын сеземін. Айнаның алдында отырып түріме қараймын да азам келеді. Қиылған қаш жасаймын деп қасымды тердім. Қасуыны келіспеген соң ба әлде өзімнің ебім жоқ болмады. Кішкене қара көздерімді мөлдіреген шаралы көз жаса алмайтыным екі бастан белгілі. Қап-қара жылқының құйрығының қылындай сусылдаған қалың қара шаштарым дегеніме көнбеді. Әйтеуір басқа жігіттерді елемейтін, жатсам да тұрсам да ойлайтыным сол, есіл дертімде сол жігітте болды. Сөйтіп селдеген сезіміме тұншығып жүріп 3-ші курсты аяқтадым. Жазғы каникулдан оралып 4-ші курсқа келгенімде мен оның үйленетінін естідім. Ағайым бақыттан шым-шымдап суыртпақтап отырып, болашақ әйелі бір дөкейдің қызы екендігін білдім. Қатты ұрып қалдым, бір жұма сабаққа барған жоқпын. Сол хабарды естігенде айналамды қара түнек қаптап, айлар бойы қол бұлғап жетемін деген арманым быт-шыт болған. Оған деген әлдилеп жүрген сезімімді, не отқа жағарымды, не суға ағызарымды білмей қайтсем жаным мен жүрегімді сол сезімнен тазартып құтыларымды білмей дал болдым. Бұл быт-шыт болған сорлы сезімді кішкене сынықтарына дейін жинап, жүрек деген орамалға түйіп, жанымның бір бұрышына іліп қойдым. Қаладан кеткенше асықтым. Оқу деп сабақтан бос уақытында Жайық өзенінен сырласып өлең жазумен жүріп оқуды да бітірдім. Ағаларым әйелдермен өз жөндеріне кеткен соң әр жазғы каникул кезінде шешемді емдеттім. Тіс салғызып курорт санаторияларға апардым. Шешеммен бірге тұратын інімнің бала шағасы көп. Онымен бірге тұрған болмаса шешемнің ішіп жемі, киім кешегі менің мойнымда. Бір күні орайы келгенде шешеммен әңгімелесіп отырып, мама 30-дан асып барамын, жақсы жігіт кездеспеді. Шетінен ішкіш жаман жігіттерге тегін келмейді. Жақсы көретін адамнан бала туып алсам бағып бересің бе дедім. Ойыншын аралас. Өй албасты. Күйеуге тимей бала туам деп сені не қара басты?
Не сен тиетін еркек табылмай қалды ма? Ана көршінің баласы Ғазиз сені әлі күнге дейін күтіп жүрген жоқ па? Бүкіл ауылды одан қалса ауданды шулатайын деп жүрсің бе? Бір айдан кейін айырылысып кетсең де алдымен күйеуге ти. Бала туғың келсе. Үйінде отырып туыпты дегеннен ажырасып кетіпті деген жеңіл. Әлде ана аға інілеріңді жерге қаратқалы жүрсің бе? Осы сен қызға оқу өтіп кеткен, содан бірдеңе шығатындай кітаптан бас алмайсың. Сол кітаптың оқығанның пайдасы бар ма? Көп оқудан миың ағып кеткен ғой деп автоматша тарсылдаған шешем сөзінің аяғында сөйлей алмай ашуға булығып жылап жіберді. Мама, тыңдашы, мен күйеуге тимей бала тусам одан ешкімге келіп кетері жоқ қой. Қиналсам өзім қиналам. Өмірге сәби әкелу қылмыс емес қой. Күйеуге шығып тұрмыс құруды маған тағдыр жазбаса қайтемін. Ал менің ана болғым келеді. Ғазиз секілділерге күйеусіз өтсем де тимеймін. Сіз өмір жұмыртқа жемейсіз ғой. Ғазиз да маған сол жұмыртқа секілді. Ең жақын адамым анамның жанын түсінбегеніне ашынып мен де жылап жібердім. 2 сағаттан соң шешем ауылына албыр шешімге келгенмен облыс орталығына аттанып кеттім. Мен оны облыс орталығындағы жұмыс істейтін мекемесінен қиналмастан іздеп таптым. Оқу бітірген соң қайынатасының арқасында қалада қалып үлкен қызметке орналасқанын білетінмін. Орташа бір мекеменің басшысы. Кең кабинеті адамның мысын басқанда екен. Ол жарқылдап орнынан тұрып қарсы алды. Менің бақыт ағайымның қасында жиі жүретінімді ұмытпапты. Кел Дариғаш, төрге шық. Көрмегелі қанша жыл деп маңдайымнан сүйді. Арада көп жылдар өтсе де ұмытпағанына, оның үстіне жылы қарсы алғанына риза болып қалдым. Жұмыс бастылы болып кеттік қой деп ақталғандай бақыт ағайдың хал жағдайын сұрады. Негізгі әңгімені қалай бастап келген, жұмысымды қалай айтарымды білмеймін. Уақыт өтіп жатыр. Ол іскер адамның кейіпімен аман саулықтан соң, Дариға, қабылдау бөлмесінде кісілер жиналып қалған болу керек. Ұялмай жұмысыңды айт деді. Біреу кіріп қалама, әлде айтуға үлгере алмай қалам ба деп асыққан мен төбеден түскендей, мен сенен сәби сүйгім келеді дедім. Ол мынаның есі дұрыс па дегенде бетіме қарап отырып қалды. Мен тездетіп оны алғаш көрген күннен бастап сүйетінімді, күйеуге шығу түгіл ешқашан еркекпен болмағанымды, өзінен сәби сүю үшін бірге болғым келетінін, сол үшін осында бір пәтер жалдағанымды, бар сыр екеуміздің арамызда қалатынын, оны күтетінімді, басқа не айтқаным есімде жоқ. Қолына адрес жазылған қағазды ұстата салып, ол есін жиғанша шығып кеттім. Бір ауыз сөз қатуға шамасы қалмай ол қалды. Қабылдау бөлмесіндегі хатшы қыздан оның жұмыс телефонында жазып алуды ұмытқаным жоқ. Пәтерге келгеннен кейін өзімді қоярға жер таппадым. Келе ме, келмей ме, келсе ме, жоқ па? Келсе қалай бастаймыз? Әлі еркекпен болмаған басым. Келсе қалай бірге боламын деген ойлардан көңілім қобалжыды. Отырып неге бұлай жасадым? Бұл ақмақшылдық емес пе деп осылай шешкенімді де, осында келіп пәтер жалдағанымды дұрыс емес деп шештім. Пәтерді тапсырып кеттім де қалмақшы болдым. Оның жұмысы көп келмейді, сені не қылсын деген ішімнен бір ой бас көтерді. Уақыт өте келе адамның әр нәрсеге талабы күшейеді. Жаның, тәнің, сезімің бәрі қатайып қатып қалғанда, немесе қатая бастағанда біреудің дегені мен ыңғайына көну оңай ма? Әйтеуір бала туып аламын деген ойға бекінгенім шын, және оны бірінші кезектегі орындайтын мақсат деп шешіп қойғанмын. Ол келмесе я келіспесе кімнен туамын? Жоқ, келіссе де келіспесе де тек содан туамын деп шештім. Аласұрған оймен арпалысып, енді ол келмейтін болды. Жұмыс уақыты баяғыда аяқталған, қандай бақытсыз едім деп жылап алып, пәтерді ертең тапсырмақшы болып, өрекпіген көңілімді баспақ болып валидол ішіп алып жатып едім. Көзім ілініп кетіпті. Есік қоңырауының даусынан атып тұрдым. Айнаға қарауды да ұмытып есікті аштым да кіріп келе жатқан оның мойнына асыла кеттім. Оның бойындағы кеңселік ресми дағдысы осылай кенеттен бұзып, оның ойланып менен бас тартуына шама келтірмеуге тырыстым. Бірақ ол мен ойлағандай көтеріп алып шыр айналдырып бас салып төсекке көтеріп апарған жоқ. Тек маңдайымнан сүйді де сыпайы құшағынан босатты. Жеңіл шарап ішкені сезіледі. Ол да айналаға көз салып не істерін білмегендей тұрып алды. Бір кезде тамағын кенеп, Дариғаш, сені бақыт осылай атайтын еді ғой. Дариғаш, бағана дұрыс сөйлесе алмадық. Мен бақыттан хабарсыз кеткенмін. Менен бір көмек керек пе? Я оған, я саған деп маған қарады. Енді бір минут кешіксең сыпайы қоштасып кетіп қалатынын сезіп, кеш болатынын ұққанда мен жанашыра, сенің маған деген сезімің ешқашан оянбайтынына көзім жеткен. Оның маған қажеті де жоқ. Есесіне екеумізді 100 рет орап алатын сезім бар. Мен сені осы жылдар бойы сүйіп келгенмін, және сүйіп өтемін. Мен ешқашан еркекпен болған емеспін. Менің жаным мен тәнімнің пәктігі саған арналған деп үстімдегі юбканың түймесін ағытып жіберіп едім. Сырғып аяғымның басына түсті. Бет түрім онша болмағанмен мүсінімнің сұлулығына мақтана аламын. Бассейн және өзен көлге шомылуға барсам, маған жігіттер қайырыла қарап жататын. Батылдықтың қайдан келгенін білмеймін. Оның көйлегінің түймесін ағыта бастадым. Ол да қанша дегенмен еркек пе? Мені құшағына алды.
Менің оған деген сөнбеген, бірақ оны үйленеді дегенде қирап қалған сезімімді жүрек деген орамалға түйіп жанымның бір бұрышына іліп қойдым дегенім бекер болып шықты. Ол сезім тек бір бұрышты ғана емес, менің бүкіл жан тәнімді түгел орап алған екен. Жүрегім де 62 тамырым да оның айтқанын қайталап соғып жатты. Екеуміз бірге болған сол 7 күн қайтып келсе, оның орнына қалған өмірімді берер едім. Сол кезде мен қандай бақытты едім. Көп жылдар бойы өзім сүйген адаммен бірге әйел бақытының дәмін таттым. Сол басымнан өткен 7 күндік бақытымның сәулесі мен жылылығы қалған өмірмен жетіп келеді. Менің сол кезден есімде қалғаны, күн мен түнді ажырата алмай қалғанмын. Өзімнің шексіз бақытты болғаным, менің де оның да шексіз бақытқа бөлегенім ғана. Жаным, мен бақыттымын, бақыттымын. Сен әлі қыз екенсің ғой. Қалайша осы кезге дейін пәктігіңді сақтағансың? Шынымен осы жылдар бойы мені сүйіп мені күттің бе? Болған жоқпын жаным, сен үшін сақтадым. Мұндай бақыт маған бұйырмайды ма деп едім. Әйелім де қыз болмай келген. Дариғашым менің, мен саған қарыздармын. Енді менің әйелім боласын деп ентікті. Оның үздіксіз қимылынан шаршаңқырап қалған мен арасында ернімді тістелеп, айқайлап жібермеуге тырысып қолдарымен жаймамды қысумен болдың. Оның ух деп алған деммен бірге, сен енді менің әйелімсің, мен сені езіп жібердім бе деген үні алыстан талып-талып естілді. Біраз уақыттан кейін қан ақ жайманы ауыстырып жатқанын байқадым. Ертеңіне күні бойы төсекте жаттым. Өңім бе түсім бе білмеймін. Бір ретінде тамақ ішіне жегім келеді деп жеміс жидектер мен шырындар әкеліп, екінші рет қасыма келген. Оны жолатпадым. Денем дел-сал болып, бірақ өзіме өзім риза қалыпты. Бір көптен армандап жүрген шыңның басына шаршап шыққандай бір өзгеше күйдемін. Қыз келіншек жеңгелерінің әңгімелерінен еркек пен әйел арасында құпиялар туралы көп естігенмін. Ол кезде бұл тақырыпқа кітаптар да жоқ еді ғой. Қазір ғой кез келген дүңгіршекте мен мұндалап тұрғаны. Жан дүниемде арпалыс жүріп жатты. Бір жағынан аппақ сезім, бір жағынан бір түрлі қорқыныш па, жиіркеніш пе бір нәрсе, тіпті оны сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сол махаббат дегеннің еркек пен әйелдің арасындағы жыныстық қатынас дегенге тірелгенде көлеңке тұсы да бар ма деймін. Қандай жақсы білімді, мәдениетті адам болса, ол да табиғаттың бір бөлшегі. Ал табиғат адамдар мен жаны бір тіршілік иесінің бәрін еркек ұрғашы деп екі топқа бөлгенін, олардың басты міндеті табиғи заңдылық пен алдымен ұрпақ қалдыру екендігін сонымен өткізгенде ғана ұқтым. Ол қайта-қайта бетіме төніп, бір жерің ауырып тұрған жоқ па деп асты-үстіме түседі. Мен болсам істеген әрекетімнің дұрыс-бұрыстығына баға бере алмай, әрі бір шешімге келе алмай, ой түбін шарлаумен болдым. Екінші күн осымен өтті. Бұл менің жан ләззатымен қоса тән ләззатың не екенін түсініп үйреніп, әрі соған әзірленген күнім болды. Арасында бірнеше сағатқа кетіп қалған болмаса, содан екеуміз 7 күн бойы бірге болдық. Құштарлық пен құмарлықтың шырқау биігіне жетіп, менің жағымнан жан ләззатына қоса тән ләззатын ала бастағаным, оның жағынан тән ләззатын алып оған қоса жан ләззатын да қосуға ұмтылып жатқан кез еді. Жаным дейді ол мені құшағына алып жатып. Бар өмірімді төңкеріп жібердің ғой, тіпті не істерімді білмеймін. Жұмыс бастылықтан ба, жұмысына әрең жататын басым, өзімнің саған деген құштарлығымды баса алатын емеспін. Менің 25-ме қайта апардың ғой. Оны менің де оған деген жылдар бойы әлдилеп келген аяулы сезімім емес, ең бастысы қыз болып шыққаным риза ететін секілді. Ол осындай сөздерді темірене айтып, тәнімді аймалап өз ыңғайына бейімдей бастады. Бірнеше жылдар бойы талай қыздың, оның ішінде менің де арманым болған көктегі жігіт өзінің бақыттылығынан не істеп не қойғанын білмей, менің сандарыма дейін аймалап аяғымның астында жатты. Үй мен жұмысына іссапарға кеткен болып есептелетін ол менен барын аяған жоқ. Тәнімнің ауырғанына да қарамастан одан екі қабат болуды тілегенмен қалай қимылдаса да көне бердім. Оның тәжірибелі қолдары мен төсектегі іс-әрекеті де өзін ұстауы да менің көңілімнен шығып жатты. 7-ші соңғы күні төсегіме басын қойып жатқан ол: Дариғаш, мен сенің қасында өзімді нағыз еркек екенімді сезінгендеймін. Ол сөздерді қалай түсінемін? Ол қазақшаға жүйрік емес, мен секілді орыстарға шорқақ. Ауыл мұғаліне қазақша сөйлеуге тырысқанмен арасында кібіртіктеп қалып, орысшасы да қос жүреді. Әрине еркекпін ғой, бір ұлым бар, бірақ неполноценный еркек болған сияқтымын. Маған сенің төбеден түскендей ойда жоқта сыйлаған пәктігің, ұзақ жылдар бойы сақтаған таза сезімің, мені төредей көріп көрген құрметің, мені бір үлкен биіктің басына шығарғандай. Мен өзімді 25-тегі жігіттей сезінемін. Бұлай болады деген нәрсе ойым түгілі түсіме де кірмеген еді. Сенің мен үшін қандай құрбандыққа барғаныңды да жан тәнмен сезініп жатырмын. Жас кезінде біреу мені осыншалықты жақсы көреді деп үш ұйықтасам ойыма кірмепті.
Ағаң уақыттың қасынан көргенде мына тәмпіш мұрын қара қыз неге сонша тәлпіштенеді деп ойлаушы едім. Ол басты әңгімесін бастамады. Я бастауға қорықты, я кейінге қалдырды. Ал маған ол қажетсіз еді. Мен сөзімде тұруым керек болатын. Иә, оның алдында да, өзімнің алдында да берген сөзімде тұруым керек. Менің бүгін жалған іс сапарым бітеді. Жұмысқа соғып үйге барамын. Ертең мен жұмысқа барып қасыңа келемін деген ол маған кінәлі адамдай қарады. Мен төсекте жатқан бойы оны мойнынан құшақтап ұзақ сүйдім. Егер одан жүкті болсам, ол соңғы көруім екенін білемін. Ал жүкті болмасам, оны уақыт көрсетер. Бәлкім тағы да кездесерміз. Ол қанша сұраса да қай жерде, қай ауылда жұмыс істейтінімді айтқаным жоқ. Мен оған жоқ, мен ауылға қайтуым керек. Менің де жұмыс телефоның бар. Қалаға келгенде саған өзім хабарласамын. Мені іздеме, хабар өзімнен болады деп көзіме тола бастаған жас пен көкірегімде әп-сәтте пайда болған өксікті байқамай тез кетсін деп қатты ұйқым келіп жатыр. Пока деп теріс аунап түстім. Ауылға келіп жұмысымды жалғастыра бердім. 1,5-2 ай шамасы өткенде бойымдағы өзгерістерді сезіне бастадым. Анда-санда баратын ауылыма да ат ізін салуды қойдым. Ауылға келмегелі көп болды. Мейрамда келіп қайтсын деген шешемнің сәлемі де жауапсыз қалды. Құдай тілегімде беріп ішім біліне бастады. Бір үйдің сиыры туғанға дейін біліп отыратын ауылда мен туралы өсек көбейді. Мені кімге таңарым білмейді. Бөтен жерде тұратыным қандай жақсы. Менің бұл ауылда ешқандай туыстарым жоқ. Өсектесе мені өсектейді. Ал маған бәрібір еді. Себебі менің ішімде менің жауапсыз махаббатымның, менің бар ғұмырыма тұратын аса бақытты өткізетін 7 күнімнің ескерткіші өсіп жатыр. Өзім мәңгілікке сүйген, таза сезімімді арнаған адамның ұрпағының дүниеге келетінін ойласам, ол маған барлық қиындықтарды жеңетін белгісіз бір жойқын күш беретіндей көрінеді. Тіпті менің әншейінде үйімнен шықпайтын порядочная дос қыздарыма дейін үйіме ат іздерін салмай қойды. Бірақ шәкірттерім бар. Мен оларды жақсы көремін. Ата-аналарына айтпаған сырларына дейін олар менімен бөліседі, сырласады, кеңес сұрайды. Солар мен үшін көп жұбаныш. Ешкімге артық сөз айтып беттеріне қарап күлмесем де, оқта-текте ішіп алып, есігімді қағатын еркектер пайда болды. Жүйкем жұқарып әбден қиналған соң, оған хабарласпақшы да болдым. Басқа жүкті әйелдерге қарасаң, өскен іштері мен кейбірінің беттеріне түскен сепкілі болмаса, бала туудың еш қиындығы жоқ секілді. Жұрттың балаларына қарасаң, олардың өзі өсіп жатқандай болатын. Бірақ олай емес. Ана болудың да өзінің ауырлығы бар екен. Әсіресе жалғыз әйел үшін бәрінен де күйеусіз әйелге бала туу тек материалдық күнделікті өмір тұрғысынан ғана емес. Әсіресе ауылдық жерде моральдық тұрғысынан да өте қиын екен. Қалалық жерде ештеңе емес. Онда көршілер де бір-бірімен көп араласа бермейді. Ал ауылда ол кезде өте қиын болатын. Қазір ғой заман өзгерген. 35 түгіл 15-ке келген қыздың да әр ауылда туып отыр. Ауылда жағдай басқа. Ол кезде жұмасына бір рет кино болатын. Телевизор жоқ. Ауылда өсек пен қыстағы соғым кезіндегі қонақтықтан басқа, желдей гулеген өсектен басқа ермек болмайтын. Мектептегі мұғалімдердің 95% әйелдер еді. Еркектерден тек директор ағайдан басқа дене шынықтыру, еңбек, ән суреттен беретін мұғалімдер мен шаруашылық меңгерушісі ғана. Мұғалімдер бөлмесіне кірсем, мен ол әйелдердің күйеулерінен жүкті болғандай, тіпті күйеулерін тартып алғандай, ала көздерімен атып мен тірідей жерлеп тұрғандай көрінетін. Олар мен жеңіл жүріске салынып педагогқа жат нәрсе істеді деп кінәлайды. Ал менше сүйіп, менше ғашық болып, сол аяулы сезім үшін менше құрбандыққа бару олардың өңі түгілі түстеріне де кірмеген. Бір күні өзі коммунист, өзі кәсіподақ төрайымы мен ішінен чолақ белсенді атайтын Сәлима апай мұғалімдер бөлмесіне кіріп, мектеп директоры Өмірғали ағайға мұғалімдердің көзінше Дариға Шакееваның моральдық тәртібін қарау керек деген. Өмірғали ағайда іле-шала Сәлимаға ол коммунист емес, ешкімнің семьясын бұзып жатқан жоқ, өзім сөйлесемін деп маған қарап, Дариға, сізді түс қайта сабағыңыз бар ма деді. Жоқ, сағат 2-де менің кабинетіме келіңіз деп мұғалімдер бөлмесінен шығып кетті. Межелі уақыт өткенше сан түрлі ойлардың жетегінде тұрып, қобалжулы күй кештім. Директордың кабинетінің есігін әрең ашып кірдім. Кел Дариға деген ағайдың даусы әдеттегіден де жылы естілді. Дариға менің әңгімеге құлақ салып мұқият тыңда деген ағайға қарсыма келіп отырып әңгімесін бастап кетті. Мен шамамен сенің әкеңмен жасты адаммын. Ұлы Отан соғысында 5 жыл жүріп қайттым. Жақсыны да жаманды да көрдім. Сол кезде бір әкеден жалғыз тұяқ болған соң қырғыннан аман келуді армандадым. Құдайға шүкір, қазірде аман есен үйленіп балалар түгіл немере сүйіп отырған жайым бар. Сенің жағдайыңды түсінемін. Мен сенің сәби сүйгеніңді сөкпеймін, қайта қолдаймын. Сен бұндай сөздерді менен естимін деп ойламаған шығарсың. Өз ішіңнен шыққан балаң болғанға не жетсін, отау құрып, отбасылы болуды тағдыр жазбаса, бұның да дұрыс шығар.
Бүгінгімен өмір сүрмей алдағанда ойлау керек. Денсаулығыңды күт, сәбиіңді күт. Сенің денсаулығыңа байланысты екенін естен шығарма. Тек менің талап етерім демалысқа кеткенше жұмысыңа жауапты бол. Босаңсыма, ешқандай жел сөзге жол берме. Көмек қажет болса ұялмай өзіме кел. Қолдан келген көмегімді аямаймын. Сен оқушылардың қорыққаннан емес, шын көңілден сыйлап жақсы көретін аз ғана оқытушылардың бірісің. Әйелдердің сөзін көңіліңе алма, қамықпа. Бірақ бір өтінішім, екеуміздің арамыздағы бұл әңгіме осы жерде қалсын. Мен борша-боршам шығып жылап отырмын. Бұл кісі мен күткендей маған ұрысқан жоқ, кемшіліктерімді шұқып, моральда оқыған жоқ. Мені оқушылардың жақсы көретінде біледі екен. Менің өз шешемде түсінбеген жанымды бөтен біреу әрі мосқал ер адам түсінгеніне жыладым. Ағай әңгімесінің соңында Дариға бір сұрақ қойсам айып етпе, бірақ жауап бергің келмесе өзің біл. Сен бұл ісіңе өкінбейсің бе? Жоқ ағай, өкінбеймін. Оңай болмайтын білемін, бірақ өкінбеймін дедім нық дауыспен. Сәбидің әкесі нағыз бақытты жігіт екен деді ағай. Мұғалімдер менің ісіп кеткен көздерім мен жылаған жүзімді көріп, директор мені сойып салды деп топшыласа керек. Жанар деген бір жас мұғалім ғана аяушылықпен қараса, басқалар бедірейе қарайды. Әсіресе Сәлим апай есесі қайтқан адамдай мысқылдап, масаттанып тұр. Ішімнен байқұс шолақ белсенді деп мен де жақтырмай көз тастадым да сумкамды алып шығып кеттім. Менің жағдайымды естіген болу керек. Күнім жақындағанда қасыма қайран анам келді. Бір ұрсып бір жылап сабасына түсті. Баласы қандай болса да туған ана баласынан безінсін бе? Бала мен туғанды базардан зат таңдағандай таңдап ала алмайсың ғой, тек араласпай кетпесе. Өмірғали ағайға өте риза болдым. Декретке шығып сәбиіммен үйде отырғанда мұғалімдер арқылы жағдайымды біліп отырды, көмір түсіртіп берді. Соңынан неше жылдан бері пәтер жалдап тұрады. Жас маман ретінде баяғыда алу керек еді деп, босаған 2 пәтерлі совхоз үйінің бір жағын алуға көмектесті. Қысқасы, ол менің коллективтен бөлініп қалмауыма көп көңіл бөлді. Дариға апайдың әңгімесі басқа арнаға ауысып созылып бара жатқан соң ойымдағы сұрақты қойып жауабын естігенше асықтым. Апай, қызыңыздың Гүлнардың әкесі не болды, сол туралы айтыңызшы дедім. Оны содан кейін көрмедім де, кездеспедім де. Адам қиналған сәтте жиі араласып жүрген жақынын, туысқанын емес, түсінеді-ау, көмектеседі-ау деп үміт еткен жанына жақын адамды іздейді. Менің оған талай рет хабарласқым да, іздеп барғым да келген. Бірақ оның жанұясы бар. Менің оған берген уәдем бар. Менің сөзімде тұруым керек болды. Біреуді сүю деген ол біреуге өтемелі сезім сыйлау немесе өтемелі жақсылық жасау емес. Өтемесі сүюмен қонды, сонысымен биік. Бірнеше ай мен іздеме, өзім хабарласамын, хабар өзімнен болсын деген сөздерінен шыға алмаса керек. Одан кейін мен іздеумен күндерін өткізген болар. Содан бір күні қарным шермейіп жүргенде оның атынан бір адам үйге іздеп келді. Мен өтірік айтып, күйеуімге тигенімді, ондай адамның есінде жоқ екенін, үйде енем бар болғандықтан тезірек кетуін өтіндім. Оның Алматыға ауысқанын, үлкен орында істейтінін білемін. Қазір Астанада жүзін жиі көріп тұрамын. Көріп тұрғаны қалай? Солай телевизордан. Апай, ол дейсіз, оның аты жөні бар ма? Бар, бірақ айта алмаймын, ол өте жоғары орында істейді. Сіз оған қызы бар екен айтқан жоқсыз ба? Жоқ, неге? Мен одан өз қалағанымды алдым. Бергім келген нәрсені бердім, болды. Оның қызы бар екенін білуге құқы бар ғой дедім тұтығып. Уақыт келгенде біледі. Қыз туралы хат дайындап, менің қасында болғанда ұмытып кеткен сағатын қосып әзірлеп қойғанмын. Қызыма, мен өлгеннен кейін оның атына жібер, қиналсаң іздеп бар деп жаздым. Ол бұрын өліп қалса ше? Жоқ, өлмейді. Беті жылтырап, менен 10 шақты жастай жас көрінеді. Тамақ тоқ, көйлек көк, жағдай өте жақсы, не ішіп не киемін демейді. Бәрі бар, бәрі әзір. Тек қасқа бастанып шашының түсіп қалғаны болмаса. Ол менен бұрын өлсе білмей-ақ кетеді, бірақ өзім тірі тұрғанда берген сөзімді бұза алмаймын. Апай-ау, ең болмаса атын айтыңызшы. Телевизордан көргенде сіз де адамның бар ғұмырын сарп еткен адамды көріп жүрейін. Қандай бақытты адам еді? Жоқ, айтпаймын. Ең болмағанда қандай салада істейтінін айтыңызшы. Шамалап көрейін. Айта алмайын, ренжіме. Қызыма да айтқан емеспін, ешкімге де айтпаймын. Апай, содан кейін күйеуге шықпадыңыз ба? Жоқ, күйеуге шықпақ түгіл, ол ұстаған денемді қайтып ешкімге ұстатқанда емеспін. Неге? Алғашқыда мен оны өте сүйетін едім. Неге мені сүймеді, сезбеді, тіпті елемеді деген, бірге болғаннан кейін мені неге өзі іздемеді, бір облыстан табу қиын ба, неге келмеді деген өпкен болып, оны жеп көруге тырыссам да оған деген таза да терең сезімді еш нәрсе өшіре алмады. Оның үстіне мен өзіме өзім оның отбасын бұзбауға, әйелінің көңіліне қаяу салмаға серт еткенмін. Мен сол өзімнің өзіме берген сөзімде тұрдым деп, апай телевизорды қойып каналдарын бұрай бастады. Мен осы сәтте жұмыстағы әйелдердің кейде бір-бірінен қай Дариғаны айтасын деп сұрағанда,
Апай туралы анау кәрі қыз Дариға ше дейтіндерін еске алдым. Мен бәрібір жұрттың Дариға апайды неге кәрі қыз атайтынын түсінбедім. Кәрі қыз деген күйеуге шықпаған өз алдында бала тумаған әйелді айтпаушы ма еді? Әлде Дариға апайдың жас кезінен бастап жеке өмірін асқан бір құпиялықпен сырларын шашау шығармай сақтап туған қыз туралы барынша ешкімге білдірмей өсіргендігінен шығар. Менің білетінім Дариға апай қызын туғанда жұмысынан баламен отыратын демалысты алмаған, не сәбиі ауырғанда ешқашан сәбидің ауырлығына байланысты жарамсыздық парағында ашпаған. Ауру сәбиін еңбек демалысын не ақысы демалыс алып күткен. Қаңтардағы жаңа жылда балалары бар қызметкерлерге кәсіподақтан өте жеңілдікпен сыйлықтар бергенде де Дариға апай қажет емес деп бас тартқан. Одан Дариға апайдың қызы сыйлықсыз қалмаған. Қызымен бірге дүкенге барып, таңдаған нәрселері мен тәттілерін алып сыйлық жасайтын болған. Пионер лагеріне де жолдама берсе алмай, өзі толық бағасынан сатып алатынды туралы естігендерін есіне түсті. Мүмкін апай сол себептен кәрі қыз дейтін шығар. Дариға апай қызын туғанын тек әкесінің алдында ғана емес, қоғам алдында да еш міндет еткісі келмегендей. Оның үстіне апай жас кезінен еркектерді қасына жолатпайтыны өз алдында. Қоғамды еркектерсе елестететіндей олармен не әзілдесіп, не елеп, не оларға еш көңіл аудармайтында мінезі бар. Барлық кәрі қыздардың сезімдері осындай ғұмырлы ма деген сұрақ көпке дейін ойымнан кетпей қойды. Талайлардың қолы жетпеген Дариға апайдың осындай құрбандыққа барып пәк сезімін сыйлап, және өмір бойы қастерлеп өткен адамы қандай екен? Бұл құрбандық па, ерлік пе?